Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте ерекше әрі пайдалы, оңай жасалатын салат жасайтын боламыз. Ол үшін біз капустаны видеодағыдай етіп, жұқалап тураймыз. Біздің капустамыз турағанда осындай болуы қажет. Содан соң капустаның үстіне тұз салып, қолымызбен жақсылап тұрып, езіп капустаны өлтіреміз. Содан соң біз қиярды да видеодағыдай етіп, жұқалап тураймыз. Біздің қиярымыз видеодағыдай болуы қажет. Содан соң біз қызанақты тураймыз. Оны екіге бөліп, видеодағыдай етіп, соломка ретінде турайтын боламыз. Одан кейін қосатын ингредиентіміз полугоркий бұрыш болады. Сосын біз полугоркий бұрыштан соң чеснокты да майдалап, көбіктеп турап саламыз. Содан соң бәрін турап болған соң паприка, қара бұрыш және специяны салып, үстіне қыздырылған майды құйып бір кеткі болғанша араластырамыз. Сонымен біздің өте оңай әрі өте дәмді салатымыз дайын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Ас болсын!